Қазақстанның әрбір азаматы өз отанының қорғаушысы болуға міндетті. Отанымызды қорғау Қазақстан Республикасының бүкіл халқының ісі. Қазақстан Республикасының қорғанысы мен қарулы күштері туралы заңда отанды қорғау және Қазақстан қарулы күштерінде қызмет ету халық пен мемлекет аясындағы конституциялық міндетті парызы болып табылады деп көрсетілген. Сондықтан да қазіргі таңда мектепке өскелең ұрпақ еліміздің болашағы білімді де отансүйгіш патриоттары болу үшін ұстаздарға аянбай еңбек ету қажет. Мектептегі алғашқы әскери дайындық сабағының өскелең ұрпақтың бойына отансүйгіштік, патриоттық тәрбиені сіңіруге рөлі ерекше. Соның ішінде мектепке алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушыларының оқушыларға әскери патриоттық тәрбие берудегі міндеті жауапкершілігі орасан зор. Алматы облысы Қапшағай қаласындағы орта мектеп гимназия алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі Нұрғожанов Мырзабек Манарбекұлы жас ұрпаққа салауатты өмір салтын насихаттау мен оқушыларды отансүйгіштікке баулу мақсатында игі іс-шаралар атқарып келеді. Екінші санатты ізденімпаз мұғалім өзінің әр сабағында әскери өмірдің тыныс тіршілігінен бастап әскери жаттығулар жөнінде толық теориялық мағлұмат бере отырып, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін қорғауда қарулы күштердің маңызы қаншалық деген насихаттап келеді. Толық емес шашуды дәстүр. Ең бірінші оқ-жантарды аламыз магазин. Шүртен ашап, оқ бар ма жоқ па тексереміз. Шәкірттерінің білуге міндетті автоматты бұзу жинау, қару және патронды қолдану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау, сарбаздардың сапқа тұруға дейінгі және саптағы міндеттері, қарулану мен ұрыстық техникасын іс жүзінде көрсету, мергенді қасиеттерін арттыру мақсатында тир ойындарын жүргізу сынды шараларды жауапкершілікпен жүргізеді. Алғашқы әскери дайындық пәні барысында өтетін оқу дала жаттығулар, әскери тәртіптің маңызы мен міндеті, Қазақстан Республикасының әскери құрылымдары туралы алынған ақпаратты оқушы білімінің кеңейте түсетіні сөзсіз. Жүрегі отан деп соққан әр жеткіншекке бабалар ерлігін баяндап отырып, шәкірттердің бойына ұлтжандылық қасиетін сіңіру алғашқы әскери дайындық пәнінің бірден бір негізі. Заман талабына сай сапалы білім мен саналы тәрбие беру ұстаздың оқыту дәрежесіне тікелей тәуелді. Сондықтан әрбір ұстаз өз ісінің шебері, жан-жақты ізденгіш, жаңашыл болу қажет. Үнемі өзгеріп тұратын әлем адамзаттан қабілет пен қажеттіліктерін толассыз дамытуды талап етеді. Мектептегі әрбір оқушыны жеке тұлға етіп тәрбиелеу үшін еліміздің қарулы күштері жайында білімдері мен біліктерін толықтыра отырып, олардың жеке шығармашыл мүмкіндіктерін дамыту біздің басты мақсатымыз.